Менің есімім Айбек. Мен ұлттық ұлан әнби ансамблі ерлер хорының мүшесі болып табыламын. Қазіргі таңда ансамбль концертмейстер лауазымында жұмыс істеймін. Өнер жолына мен кішкене кезінен бері келгенмін. Біріншісі 2016 жылы Семей қаласы музыкалық колледжде хор менеджерлеу бөлімін бітіріп, артынан Астана қаласына осы арман қуып келіп, 2020 жылы дәл сол хор дирижерлеу мамандығын бітіргем. Астана қаласының Қазақ ұлттық өнер университетінде бітірдім. Және де оқуымды бітіріп, бәрін тамамдағаннан кейін осы ұлттық ұлан әнби ансамбліне жұмысқа кіруге талпындым. 2020 жылы мен әскерге шақырылдым. Және де осы ұлттық ұлан ішіне солай кірдім мен. Бірінші әскерге кіріп, әскерден келісімшарт бойынша әскери қызметші болып қалдым. Және де осы әскери қызметші жолы өте қиын деп санаймын, өзім ойым, жеке ойым. Өйткені ол бірінші өнер жолы және әскери қызметші жолы екеуінің мақсаты бір негізі, ол халыққа қызмет ету. Бірақ халықтың алдына шыққан кезде сен жай ғана артист болып шықпайсың, сен әскери қызметші болып шығасың. Сол себепті өте көп жауапкершілікті қажет етеді біздің осы. Және де сол жауапкершіліктің арқасында біздің ұжымым басқа хорлар ұжымның арқасына салыстырғанда өте өзгешелік болып алдыңғы қатарға шығарып тұрады. Әрбір концертке өте тиянақты дайындаламыз. Біріншіден, мысалы, жаңа концерт болса, ішінде өзіміздің ескі әндерімізді қайталаймыз. Ал егер жаңа әндер болса, ол бірінші нота жазудан басталады. Жігіттердің дауыстарына ыңғайластырып нота жазамыз. Содан ары қарай жігіттерге береміз. Жігіттер бәріміз бірге отырып, ұйымдастырып дайындаламыз. Ол өте көп уақыт қажет етеді. Содан кейін, егер де қажет керек болса, би элементтерін де қосамыз. Қажет болса да, мысалы, актерлық элементтерді де қосамыз, күліп, сахналық тұрысымызды жөндейміз. Содан ары қарай концертке көп деген уақыт дайындықтар болады. Ол бір күндік емес, екі күндік емес, мүмкін ол бір апталап та дайындалуы мүмкінбіз. Бірақ мақсатымыз сол, осы концертті өте мықты атқару. Біздің бір басты мақсатымыз сол болып табылады деп ойлаймын. Және бізде хорда андай бір салт дәстүр бар өзіміздің арамызда. Ол концертке шықпай тұрып, біз біріміздің үсті басымызды былай киімдерімізді тексереміз. Мысалы, бір жер қисық болып қалуы мүмкін, мыжық болып қалуы мүмкін. Міндетті түрде бірімізді қарап, бірімізді тияқтандырып, сахнаға сенімді шығамыз. Сол себепті біздің ұжымымыздың ұйымдастығы сода деп өзім сенемін. Бір кездері бір концерт біз бергенбіз, есімде жоқ, қай қалада екен. Біз өлең айттырмыз микрофонмен, минусовкамен. Сол кезде бізде аппаратура, свет өшіп қалады толықтай. Ал біз лезде сасқалақтамай, біз алдықта өзіміздің жанды дауысымызбен бүкіл осы аудиторияға, барлық көрермендерге өлеңімізді, өнерімізді парша еттік. Және ол кісілер марқайып қалды, кәдімгі мә саған кәдімгі таза қатты дауыстарын қатты ғой, мықты ғой деп. Біз деген одан сайын шабыттанып, одан сайын тағы да екі-үш ән қосып артынан айтып жердік те көрерменнің ризашылығын алдық. Осы хормен жұмыс деген маған өте ұнайды. Өйткені біз бәріміз біргеміз, бірге шығып, бірге жүреміз, бірге гастрольдерге барамыз. Және де бір-бірімізге мотивация береміз, бірімізге кеңес айтамыз дегенде. Хордың бір жақсысы сол ғой, негізі ерлер хордың бір жақсысы сол. Өйткені және де бәріміз бірге халыққа өлең айтып тұрған кезде, халық бізге қарап тұрып, сырттан мә қандай сұлу сал сері жігіттер деп, біз сахнада өлең айтып тұрып жандырамыз сахнаны. Сол себепті осы хорда жұмыс деген маған ұнайды. Осы ерлер хорының ұжымында атқаратын міндеттерім өте көп. Біріншісі ол жетекші солисті болып, екіншісі ол хордағы осы нотаның өңдеушісі, және де ерлер хорының кітапханашысы болып табыламын. Рахмет үлкен.